Екінші, вообще Россияда бұлардың суғаруларда бізде Россияда ресурсосберегающая технология дейтін, су ресурстерін үнемдейтін технология дейді. А вообще Россияда бұларды малообъемное орошение деп бөліп жатыр қазір, жаңа анау бойынша. Яғни суды аз кететін технология деп беріп жатыр. Оның бір түрі жер астымен суғару. Жер астымен суғару. Оны сендер жұмыс істедіңіздер ме жер асты суғарумен? Оның яғни бұл жерде біз енді оның жақсы жерімен, жаман жерімен өтеміз. Соңген солардың суғару жүйелерінің түрлерімен және олардың техника элементтерінің, суғарудың техника элементтерінің танысамыз. Яғни жер астымен суғару, ол неге негізделген? Ол жер асты суымен, қазір суретті көрдіңдер ғой, жер астына тамыр орналасқан қабатқа біз түтіктер дейді ғой, мынандай трубопроводты саламыз. Олар әртүрлі болады. Яғни ол тура әртүрлі конструкцияда болады. Олар перфированный дейді. Перфированный дейді, түсініңіз ба? Яғни тесік құбырлар арқылы. Яғни сол тесіктен су сразу тамыр орналасқан қабатқа барады. Немесе басқа құбырлар бар, олар әртүрлі гончарный болады, цемент әртүрлі оның материалына байланысты болып бөлінеді. Олар тағы да кейбіреулер болады, арасында мынандай зазор қалтырып кетеді, сол арқылы да суға барады. Түсініңіздер ме? А есть перфированный, әртүрлісі бар. Енді суғару, жер астымен суғару негізі су ресурстары тапшы аудандарда, содан кейін оны негізі сіз айттыңыздар ғой, мал шаруашылығының қиларын, соларын пайдаланған, сарқынты суларын пайдалануға болады. Және ТЭЦ-тің, АЭС-тің сарқынты суларын пайдаланып суғаруға болады. Сонда ол неге оны өте осы пайдалы? Потому что экология жағынан пайдалы болады. Яғни тек қана топыраққа барады, жан-жақты ол бүлдірмейді деген сөз. И еще идет утилизация животноводческих стоков бір жағынан. Яғни бізде мысалы сіздер айтып отырсыздар ғой, қазір ғана алдында айтып кеттіңіздер, сіздер мысалы көп шаруашылықтар қиларды алады да лақтырып тастайды мысалы мусоркаға. А негізі ол дайын тыңайтқыш қой мысалы, табиғи тыңайтқыш болып саналады. Сондықтан оны пайдалану керек. Яғни біз оны пайдалансақ, нені үнемдейміз? Тыңайтқыштардың беруін үнемдейміз. Сол үшін, бітелмеу үшін, қазір айтамын оны. Оны біз 0,4,06 метр тереңдікте істейміз. Және обычно көбінесе оны ашық және жапық, яғни теплицаларда, жылыжайларда көптесе қолданады. Содан кейін осы топырақ астымен суғарған кезде біз жер асты суларының тереңдігін реттеуге мүмкіндік бар. Сходка қалай несі? Сходка несі қалай болды? Что такое сходка? Влага астынан береді. Смотрите, земля, да? Тамыр орналасқан қабат. Трубопровод. Видите? Трубопровод. Здесь, видимо, перфирная. То есть, в принципе, да, смысл такой, как капельная, но она под землей. Под землей. Негізі любой нәрсеге пайдалану жақсы, бірақ оның, қазір айтам, кемшіліктері де бар. Вообще, осыған суды берген кезде біз бірінші каналдан алуымызға болады, ашық каналдардан, немесе құбырлардан алуымызға болады, осыған беру үшін. Яғни ол құбыр, науалар арқылы беруге болады. Кротовина деген білесіңдер ғой қазір? Ін секілді жасайды жердің астымен. Сондай секілді кейбір тереңдікте жасайды.
Ну и сіз бағана айтып кеттіңіз ғой, капиллярный трубы вот эти. Өздеріңіз білесіздер, иә, топырақтың арасында өзі капиллярный вот эти есть, да, трубки, да. Сол арқылы топырақтың сору күшіне байланысты беріледі бұл су. Яғни біз мынаны суарамыз, содан кейін топырақ өзіне қажетті суды тартып алады, иә, топырақпенен, тамырменен, иә. Вот. Енді оның жақсылықтары, яғни жағымды жақтары қандай? Бірінші, біз любой жерді механизация жасаған кезде, мысалы жер бетімен істегенде, трактор жүрген кезде не болады? Мынау жасаған жүйектеріміз бұзылып кетуі мүмкін, дұрыс па? Бар ғой, иә? Яғни, орысша айтқанда КЗИ жерді пайдалану коэффициенті бұл суғарудың тәсілі кезінде үлкейеді. Өйткені механизация, қандай да жер бетін баптаған кезде ешқандай бұның техникалары әсер етпейді. Өйткені оның бәрі жер астында. Түсінсіздер ғой? Яғни, в первую очередь, жерді пайдалану коэффициенті жоғары болады. Екінші, біз білесіңдер, жер бетімен суарған кезде не болады сендерде? Вот. То есть образуется корка, да, на земле. Дұрыс қой, жердің бетінде корка образоваться етеді. Да, да. Вообще, любая вода подается, недостаток жер бетінің кемшілігі, ол сол жер бетінде қабық пайда болады. Яғни корка дейді ғой, орысша айтқанда. Мына жерде ол оның құрылымына әсер етпейді. Өйткені жер астында тұр ғой. Түсініңіздер ғой, жер бетіне ол әсер етпейді. Ол тек қана непосредственно өсімдіктің тамырына береді суды. Түсініңіздер ғой, сол. И соның арқасында топырақ борпылтақ болып тұрады. Яғни тығыздалмайды. Вот. Дальше. Соның нәтижесінде не болады? Возможность загущения посев. Яғни оны көбірек өсіруге болады, қалың қылып, вот. Содан кейін суару мөлшерлері азаяды. Өйткені біз керекті суды ғана береміз ғой тамырға. Ол мысалы біз суды жер бетімен бергенде ол топыраққа кетеді, жан жаққа кетеді, дұрыс қой, яғни суару мөлшері жан жаққа кетеді. А мына жерде непосредственно корням подается. Поэтому снижаются поливные нормы. И более продуктивный, өнімді яғни суды бердік, сразу өсімдікке барды. Өйткені тамыр орналасқан, қабатта орналасқан. Енді екінші жағынан бұның бір жақ жері топырақ астымен суару, ішімен суару, ол мысалы батпақтанған жерлер болады ғой, біз оны құрғатуымыз керек, мысалы. Құрғатқан кезде сол суды пайдалануға болады. Яғни екі жақты су режимін, су тәртібін реттеуге болады. Мысалы, біз оны судың бәрін алып тастаймыз, лишний суды, оны кейін суаруға беруге болады. Ары қарай, бір мезгілде, да, можно вообще, когда есть вот эти осушаемые земли, где вот обычно это вот в Украине везде, да, вот там же слишком много воды. Да, вот у нас есть тоже, вот, у нас тоже есть такие земли. И там вот эту лишнюю воду надо убрать. Вообще, почему для этого что у нас используется? У нас используется что? Коллекторные, дренажные. Дренаж нужен обязательно. И вот здесь, что хорошо, она с двух сторон регулирует водный режим. Вот. Дальше. Біз қазір ғана айтып кеттік, сіз айтып кеттіңіз ғой, что біз сумен бірге тыңайтқышты беріп отырамыз. Яғни мына жерде как раз одновременно біз екеуін береміз. И сіз... Показание плохое. Вот сейчас я вам скажу как раз таки, где нельзя. Там сейчас дойдем. Здесь точно так же можно тесттің суларын топырақты жылыту үшін қолдануға болады. И, естественно, полностью автоматтандыруға болады. Соның нәтижесінде еңбек өнімділігі артады. Ал енді оның
Вот то, что вы сейчас сказали. То есть топырақ жақсы суды өткізу керек. Хорошая аэрация должна быть. Во-первых, егер жер асты сулары жақын орналасса, оны қолдануға болмайды. Потом тұзданған топырақтарда то же самое. Вот. Потом сіз айтпақшы айтып кеттіңіз, ол бітеліп қалуы мүмкін. Сол бітелмес үшін обязательно фильтр болу керек. Яғни су сапалы, таза болу керек. Егер біз оны істесек, ол, естественно, эти все трубы у нас заилятся, я? И суды бере алмайды. Вот. Дальше. Ну и самое главное, оның себестоимости, өзіндік құны жоғары болады. Я? Самое главное. Қамыс болмайды, ақ болмайды. Я. Дұрыс айтасыз. Оның арам шөптер болмайды. Потому что біз суды жер бетімен суғарған кезде біз өсімдікті де суғарамыз, қасындағы арам шөпті де суғарамыз. Дұрыс па? Мына жерде ондай болмайды. Biz енді жоғышқамыз шықпай қалса арам шөп шығарып аламыз. Дәріні тастайсыз ғой? Иә. Сол кезде дәріні қалай шығарады? Астынан суғарады. Біз айттық қой, за счет сосущей способности растений, ол керекті суды, мысалы бізде инъекционный полив деген бар. В Казынауда бізде марқұм Зубаиров, ол как раз Жамбылдың жігіті етін, пионерде тұрған. Сол кісі зерттеген көп. Сол, мысалы, әр топырақ, бірақ ол енді мынандай производственный жерде істеген қиындау, потому что әр өсімдікке мынандай шприц бар ғой, сондай укол істеп қояды, инъекция деген сол. Өсімдіктің кеселема деген жері болады, мынандай, сабында да, сабында. Яғни, мысалы, біз адамдар тамақ ішкісі келген кезде ішеміз ғой тамақты. Су ішкіміз келгенде ішеміз. Точно так же өсімдік өзіне су керек кезде оны сорып алады суды, керектісін ғана. Потом қайттан суды керек етпейді. Сол секілді мына жерде де сондай. За счет сосущей и капиллярной, вот это топырақта капиллярныйлар болады ғой, сол жақтан су көтеріледі ғой, содан алады суды. Түсініңіз ба? Вот. Так, теперь, енді жер астымен суғарудың желістегі арынға байланысты, напор дейді орысша айтқан, арынға байланысты, ол гравитациялық капиллярлық, төмен арынды капиллярлық гравитациялық, және вакуумдық капиллярлық ылғалдылық болып бөлінеді. Енді сонымен қатар ол, сол біздің суғару танабында орналасқан желістің орналасуына байланысты ол стационарлық, яғни тұрақты, жартылай стационарлық, жартылай тұрақты және мобильных дейді ғой, яғни тез арада ары-бері жылжытып, содан кейін тұрақты мерзімдік және уақытша болып бөлінеді. Яғни бізге керек кезде мобильдік тез арада алып кетеміз, анау осылай. Түсініңіздер ғой түрлерін. Енді өзінің конструкциясы бойынша, ол мен бағана айтып кеткем, трубчатыми пористыми дейді увлажнители. То есть біздің орналасқан құбырларға байланысты бөлінеді. Яғни олар өзі негізі кончарный немесе керамикалық болады. И оның ішінде пористы, яғни тесіктері болады. Немесе трубчатый перфированными увлажнениями, инъекционными устройствами сөйтіп бөлінеді. Енді көбінесе бізде Қазақстанда болсын барлық жерде көбінесе перфированный қолданады. Енді сол более-менее жақсы негізі. Өйткені уже дайын тесіктері бар, сол арқылы суғарады. Сонымен қатар, осы жер астымен суғарған кезде суғару жүйесі ол ашық немесе жабық болуы мүмкін. То есть жартылай жабық немесе жабық болуы мүмкін. Жартылай жабық жүйелерде каналдарды ашық қылып істейді, жабық, бәрі де жабық болады. Яғни турбопроводпен құбырмен алып келеді, и астына құбырмен береді. Түсініңіздер, полностью жабық болады.
Енді негізі суды беретін және суды тарататын құбырлар, олар көбінесе азбестцементті құбырлардан жасалады. Және біз айтып кеттік, қанша тереңдікте? 50-60 сантиметр тереңдікте орналасқан. Ал құбырлар, ылғалдандырғыш құбырлар, оларды 45-50 сантиметрде, и арасында олардың арақашықтығы бір-бірінен 1,25-1,5 метрге тең, бірақ 2 метрден аспау керек. Енді егер біз суғару, жер асты суғару гончарныймен істесек, олардың арасында, мен айтып кеттім, стык болу керек, то есть шел болу керек қой, орысша айтқанда. Сол шел 1,5 миллиметрден аспау керек. Или перфорация арқылы істеу керек, Оны айтып кеткенмен. Немесе тесік арқылы. Мына жерде суреттері тұр. Мынау жер асты сулардың орналасқан схемалары. Көп тұрсыңдар ғой? Мына түрлері. Енді осы ылғалдандырғыш құбырлардың ұзындығы 150-250 метрдің арасында болады, және оның орташа негізі 200 метрден аспау керек. Енді арасында су лайланып кетпеу үшін, құбырлар лайланып кетпеу үшін, оны обязательно суды жіберіп тазалап алу керек бірінші, берген кезде. Негізі осы Байсеркеде осы жер асты суларын суғарудың желісін салған етін Байсеркеге. Содан кейін біз договормен біздің студенттер өсімдікті бүкіл вегетациялық кезеңде біздің балалардың бәрі практикада жүрді со жақта. И оқуды біз со жаққа барып оқыдық. Біз мұғалімдер бәріміз со жақта жүрдік. Сол жерде, оказывается, кезінде итальянистер осы жер асты суының алып келген ғой. Бірақ алып келген кезде біздікілер енді дұрыс істемеген оны. Біз там специально вот эти трубы были, суды жібереді, сонда ол су жібергенде, оказывается, қатып қалады екен да, сол қалпы тұрады екен. Олар суды жібермеген. Сонген құбырлардың бәрі мынандай болып қалған. Соны біздің студенттер барып, соны бәрін қайттан қазып, сындырып, сөйтіп қайттан капельныйға көшкен етін олар. Қаншама қаражат кетті. Сондықтан жер асты суларымен негізі сорған кезде, в первую очередь, суды обязательно сумен құбырлардың өткізу керек, суменен, Содан кейін, егер безнапорный болса, су өздігімен ағаттай болған наклон болу керек обязательно. И так, олардың уклоны еңістігі 0,4-0,5-тен кем болмау керек. Және оның ішіндегі жылжу жылдамдығы 0,7-0,8 метр секундтың арасында болу керек. Негізі енді бұны қолдаған кезде дайын полиэтиленовый трубопроводтан де қолданады. Біз алдында айтып кеттік, азбестцементі, бірақ мынаны қолдануға болады. Оның диаметрі 40-50-70 мм. Ол неге байланысты? Ол мысалы танаптарда азырақ болады, ал магистраль каналдарда үлкенірек болады диаметрі. И оны мысалы мынау тубарларды істеген кезде арнайы машиналар бар. ТПБН 198, D659A деген специально соларды салып кететін машиналар бар. Негізі біз анаған жүрген кезде, оны бірақ жай кейін айтып кетем, капельный орошение істеген кезде. Көбінесе жер асты суларымен суғаруды көбінесе көкөністік дақылдарды, негізі теплицаларда қолданады. Оны мен айтып кеттім. Осы туралы мынау осы жерде, так, оны ладно, отдельно істейік. Енді тура солай, осы жерде осы суғару тәсілін қолданған кезде техника элементтерін есептейді. Оған не жатады? Сол ылғалдандырғыштар жататын
тереңдігі есептелінеді обязательно. Ол енді топырақтың механикалық құрамына, содан кейін топырақтың несіне байланысты? Кім біледі? Қату тереңдігіне, я? Қату тереңдігіне байланысты. Мысалы, мен ана күні студентім айтып отыр, 4-ші курстың. Менің папам осындай құбырларды жер астымен істейін деп еді, оны қату тереңдігін ескермей бәрі қатып қалды дейді. Сондай болу үшін, вообще сондай бәрін обязательно білу керек, қату тереңдігі. Ол негізі сыныптарда тұр. Әрбір ауданда қату тереңдігі берілген. Енді арынды обязательно есептейді. Ол 0,2 мен 0,5-тің арасында меншікті өтімді есептейді, ұзындықты және олардың осы ылғалдырғыштардың арасында арақашықтықты және суғарудың ұзақтығын есептейді. Яғни бұлардың бәрі неге әсер етеді? Бұлардың осы элемент техниканы біз айтып кеттік. Оның біз айтып кеттік алдында, обязательно еңістігі әсер етеді, жер бетінің. Содан кейін микрорельефтің, жер бедерінің күрделілігі, судың лайлығы және неге? Судың өткізгіш, топырақтың суды өткізу қабілетіне байланысты. Соған байланысты. Соған байланысты біздің суғарудың санын да бәрінде соған байланысты береді. Так. Золотой болмайды. Негізі бұл суғарудың бір жақсы жері көп жылдық қой. Негізі өзіндік құны жоғары болғанмен, ол біраз уақыт перспективаға жұмыс істеу керек дейді ғой болашаққа. Сонда ол өзін-өзі ақтайды негізі. Қазақтар бір жылда бәрін алып алғысы келеді. Ол ешқашан болмайды. Негізі бұлар, енді мен өзім көрген жоқ. Мысалы, мен айтып отырмын ғой, Жамбыл, біз Алматыда көп бар ондайлар. Алматы облысында. Жасаған, Байсеркеде жасапты, бірақ оны... Қазір ғана біреу айтты ғой маған, біз істедік деп, жер астымен. Сіздер айтқан жоқсыздар ма? Негізі мен былтыр біз Жамбыл облысында, бүкіл Қазақстанның сельхозпроизводительдер келіп, біз оларға повышение квалификациядан лекция оқығанбыз. Сол кезде көбісі айтты. Кейбіреулер былай деді, біз осыны пайдаландық дейді, бізге өте қымбатқа түсті, тиімсіз болды дейді. Бір кісі айтты, жоқ деді, біз тамшылатып суғаруды да қолдандық, осыны да қолдандық дейді. Біз өте жақсы тиім пайда көргеннен кейін, біз тағы да басқа жерлерге соларды уже пайдаланып жатырмыз деді. Енді оны білмеймін енді, ол неге байланысты екен. Біріншіден қаражат көтер алсаңыз қаражатты. Екінші, бірінші эксперимент жасап көру керек, бір гектар ма, бір гектар қанша кетеді? Олар сөйтіп істеген. Олар ең бірінші кішкентай жерге эксперимент жасаған. Содан кейін оны алғанда уже жақсы тиімді болғаннан кейін ары қарай басқа жерлерге істедік дейді. Бұл жерде қазір тиімді қазір бізге жоңышқа ғана қолданылса қалған нәрсе қолданылмайды. Потому что бидайды қайтадан аударасыз ғой жеріңіз. Бидайыңыздың тереңдігі 0,4-0,5 қой максимум, я? Иә. Ол төмен жатыр ғой. Оған әсер етпейді. Біз соны айтып кеттік қой, что механикалық бүкіл жерді баптау кезіндегі жұмыстарға ешқандай әсер етпейді деп айтып кеттік өткені. Мына жерде осының разрезі көрсетілген суретте. Сол құбырдың былай бөлгендегі соны көрсетілген. Соны көрсетейін дедім, тағы да. Так. Алдында айтып кеттім мен.
обязательно не міндетті түрде фильтрлар болу керек дедік, иә? Енді оны сетчатый болады, гравийный болады, әртүрлі фильтрларды обязательно қолданамыз. Содан кейін мына жерде біз как раз сарқынды сулармен пайдалану көрсетілген. Ол үшін біз не үшін істейміз? Біз мысалы сарқынды суларды пайдаланған кезде обязательно оны ертіп, тазалап, содан кейін анадай сетчатый аналардан өткізіп қана береміз. Сонда ол ана периферный еш нәрсені лай-лай қылмайды. Сол. Мына жерде схемасы көрсетілген. Осы 45 гектарға модульный участок дейді ғой, осыны жасадылған. Именно жер астымен суарудың суреті көрсетілген. Яғни не болады? Обязательно водозаборное сооружение болады, насосный станция болады, распределительная таратқыш құбырлары, содан кейін ылғалдырғыштар полиэтиленовый, содан кейін обязательно водосборно сбросной білесіңдер, иә? Трубопровод болу керек. Яғни шыққан судың бәрін қайттан жинап алу керек, иә? Лишний суды. Содан кейін сбросной колодец болады, сояққа береді суды. Содан кейін ары бері жұмысын атқару үшін танаптық және қандай пайдалану жолдар болу керек, иә? Содан кейін осы көрсетілген схемасы, жүйесі. Мына жерде тағы да бір, екіншісі, здесь уже кротово. Топырақтың арасында крот дейді ғой, орысша, қазақшасы не дейді оны? Тышқан секілді, мынандай ін секілді жасайды оны. Иә, сон. Ін секілді жасайды, вот эти. Сол секілді, соның как раз модулі. Тышқан секілді, орысша айтқанда кротово дейді. Ну и мына жерде қашан оны пайдаланады. Енді оның жер бетінің еңістігі 0,1-ден жоғары болмау керек. Екінші, обязательно тұзданбаған болу керек. Сіздерде тұзданған ғой негізі, иә? Болмайды, значит. Содан кейін олардың капиллярлы көтерілу 0,5 мм минутнадан төмен болу керек. А егер біз сарқынды суларын қолданатын болсақ, сарқынды суларды біз қиларды ертеміз ғой, содағы твердый жидкость болады, твердый сток, сол 1 мм-ден жоғары болмау керек. Твердый сток. Түсініңіз ғой, оның лайлығы 0,4-ден грамм на литрден аспау керек, а минерализациясы 1 грамм литрден аспау керек. Негізі любой сумен суғарған кезде оның минерализациясы 1 грамм литрден аспау керек. Мысалы, біздің аралымыз не үшін құрыды? Өйткені біз алған, мысалы, Өзбекстаннан алдық қой суды, Сырдарияның, мысалы, и Қазақстанға берген кезде оның минералдығы 3 грамм литрден де асып кеткен еді сол кездерде. Сондықтан біз сонда антропогендік жүктеме бердік. Ол сумен топырақты суарған кезде топырақ не болады? Тұзданады, яғни 1 грамм литрден минерализация тұздылығы аспау керек, любой судың. Содан кейін температураны да білесіңдер, қаншадан аспау керек? Төмен болмау керек? Нет. Вообще негізі 23 градуса где-то, да, болу керек су. Мұздай болмау керек. Сондықтан, мысалы, біз капельный... Енді совсем мұздай сумен істемейсіздер ғой. Өйткені слишком мұздай сумен берсеңдер, 5 градусов это... Ол жерде су нету болады дейді. Жоқ, мысалы, біз жер бетімен суғарамыз ғой, оны кәдімгі уже она не такая холодная. Но егер біз жер асты сулармен суғаратын болсақ, оның сулары мұздай. Сондықтан оны не істейміз? Оны мынандай резервуарларға, бактарға жинаймыз. Сөйтіп ол жылдат бассейндерде да, жылытқаннан кейін уже оны өсімдікке береміз. Негізі сөйтіп істеу керек. Өйткені өсімдік шок алуы мүмкін, мұздай болса. Так. Күн ыстықта суға бермеңіз болмайды дейді ғой, күн ыстықта. Слишком ыстық кезде суғаруға болмайды. Дұрыс айтасыз. Күндіз. Иә.
Су сыпып кетеді, наоборот өлтіреді жоңышты. Ну, так, и мына жерде то же самое техника элементтерінің есебі көрсетілген.